Жігіттер, ассалаумағалейкум. Қалайсыңдар? Не айтарымды білмей отырмын. Ұйқыдан тұра сап, жаңа көріп отыр. Шерзаттың марқұм үйін өрте жіберген. Білмеймін, сразу машинаға кеп қыздырып отырмын. Не тамақ батпайды, не басқа батпайды. Жас баланың өлімі жарайды ғой. Бірдеңе енді әділ болатын жар деп отырса, үйін өрте жіберді ғой. Білмеймін, не сөйлерімді білмеймін. Шатыр кетіп, жынданып отырмын. Менде бір емес, 3 балам бар, 2 ұл, 1 қыз. Жетісіп атқан жағдай жоқ, Құдайға шүкір барлығы. Үй бар, жаймай көлігіміз бар, енді жұмысымыз бар. Бірақ ана иттік істеп отқан адамдардың сол жақта шеше алмай отқан полиция қызметкерлеріне жаман ашу кеп тұрды. Егер жігіттер Шерзаттың әкесі или әпкесі анасының номері болатын болса, Каспий номері, жігіттер беріңіз, или бірдеңе қып, енді асар жасап, бір үй алып берек. Мен өзім жағдайым керемет емес, мен қарапайым приора мініп жүрген жігіттім. Өз атынан 100 мың лақтырамын. Шынымен демаламай отырмын уже ше. Біреумен қырылып ентігіп өшімді аламай қалған адам сияқты болып отырмын қазір. Ләж болса, ағайындар жылдамырақ болса, бәріміз ат салысып, ана талғардың боқтап айтпай қойген бір заттың бастарының адамдарын ана көрсет, талғардың қақ ортасынан 2 этажды үй алып беруге бәріміз ат салсайшы, іштері күйіп кетсін жаулардың. Мен өзім Астанада тұрам, просто жақын маңда, хотя бы Таразда тұратын болсам, жетіп барар ем же, 500 километр ғой деп. Қатталыс болып тұрды. Сол жігіттер айтайын деген, болса номері берсеңдер, 100 мың өзім атынан лақтырам. Сіздерден деп өткіл қазақтың жігіттерінен мықты жігіттер бар ғой. Құдайға шүкір елімізде. Бәріңе ат салысып, көмектесіп жіберулерін сұрайды.